Саламатсыздар, құрметті студенттер. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты Шымкент қаласының номер 6 колледжімізде ара қашықтықтан оқытуға көшті. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ерекшеліктерін ескере отырып, аспаздық өңдеуді орындау. Өзбек ұлттық тағамдары. Сабақ мақсаты білімділік, техникалық шарттар мен еңбек қауіпсіздігін ережелерін сақтай отырып, операцияларды орындау бойынша студенттердің бастапқы біліктілігін қалыптастыру. Тәрбиелік, студенттерге іскерлікке, ұқыптылыққа, тазалыққа, кәсіптік бағдар беруге тәрбиелеу. Дамытушылық, студенттердің дүние танымын кеңейтіп, сонымен қатар кәсіпкерлік пен іскерлікке құштарлығын оятып, тамақ пісіруге деген қызығушылықтарын, қабілеттерін, аспазшылық кәсіби шеберлігін дамыту. Әлемдегі ең танымал және ең көп сұранысқа ие тағамдардың бірі. Палау сөзі парсы тілінен шыққан. Бұл тағамды дайындаудың шеберлігіне айналған өзбек халқында оның ферганалық, самарқандтық, хорезмдік, бұқаралық түрлері жақсы тараған. Бұл тағамды дайындау үшін бізге қажетті ингредиенттеріміз. Ол күріш, сәбіз, пияз, ет және пісте май. Сабанша түрінде кесеміз, ал пиязды жартылай сақина түрінде кесеміз. Өсімдік майы. Vegetable oil. Күріш. Rice. Сәбіз. Carrot. Ет. Meat. Пияз. Onion. Пышақпен жұмыс жасау алдын техника қауіпсіздік ережелерін еске сала кетейік. Біріншіден, пышақты белгілі бір жерге сақтау қажет. Екіншісі, пышақты тек тұтқамен алға беру қажет. Үшінші, пышақты тақтайдың үстінен жоғары көтермеңіз. Төртіншісі, саусақтарыңызды зақымдамау үшін өнімдерді мұқият кесіңіз. Және бесіншісі, жұмыс аяқталғаннан кейін пышақты жуып орнына қоямыз. Техника қауіпсіздігі. Safety precautions. Пышақ. Knife. Кесу. Cut. Тақтай. Cutting board. Өнімдер. The product. Зақымдану. Damage. Палау тағамы қалың түбі бар ыдыста дайындалады, немесе қазанда. Қазанға өсімдік майын құяды. Май қайнай бастағанда туралған етті салып 20 минут қуырамыз. Келесі, жартылай сақина түрінде кесілген пиязды саламыз. 5-7 минут қуырамыз. Және сабанша түрінде кесілген сәбіз саламыз. Өнімдерімізді қуырып болғаннан кейін бетіне су құямыз. Және тұз қосамыз. Су қайнаған соң қазанның бетін жабамыз, оттың астын пәсейтеміз. Күріш жармамызды жуамыз және қазанға саламыз. Бетін тегістейміз, бірақ араластырмаймыз. Күріштің бетіндегі су қайнап таусылғаннан кейін қазанның астындағы отты азайтамыз
және 1 сағат бойы бұқтырамыз. Палауымыз дайын. Сапасына қойылатын талаптар: сыртқы түрі дайын, ет кесектері күрішпен бірге сәбіз және пияз тарелкеге дөңес салынған. Дәмі мен иісі орташа өткірлігі. Түсі: ет қоңыр түсті, күріш ашық қоңырдан қызғылт сары түске дейін. Консистенциясы: ет жұмсақ, күріш жақсы піскен.